Чағла ашуланып Тахирді жауыз деп айтып, Махинурдың баласын қайда жасырғанын сұрайды. Мелик те әкесінің 30 жыл бұрын өзінің әріптесін атып өлтіргенін айтып қалады. Әкесінің бұл әрекетін естіген Доған есеңгіреп қалады. Тахир болса дым түсінбеген адам ұқсап тұрады. Ал Доған мен Чағла Тахирдан нақты жауап ала алмайды. Тахирдің есі шатасып, өзін біртүрлі ұстай бастағанын көрген Доған оның комадан кейінгі жағдаймен байланыстырады. Осы кезде Мелик Синанға Махинурдың баласы бар екенін айтады. Синан әкесіне ашуланып баласын қайда жасырғанын сұрайды. Алайда Тахир жауап бермейді. Кейін екеуі Чағланың үйіне барады. Синан Махинурдың жүктілігін білмегенін айтып одан кешірім сұрайды. Доған үйдегі күзетшілерді тексеріп, олардың арасында шемшекке жұмыс істеп жүрген біреудің бар жоғын анықтауды шешеді. Ол жоспар құрып екі жақты ойын бастайды. Ал Чағла Махинурды бұрын босандырған дәрігерді тауып алады. Дәрігер Махинурдың сол кезде қыз баланы дүниеге әкелгенін және баланың оң құлағында ерекше ақау болғанын есіне түсіреді. Чағла Доғанға қуанышты жаңалығын айтып, Махинурдың қыз баланы дүниеге әкелгенін жеткізеді. Доған ойланып, Меликтің оң құлағында ерекшелік бар екенін байқап, Меликті Синан мен Махинурдың қызы болуы мүмкін деп болжайды. Осы уақытта шемшек Доған мен Чағланы тұзаққа түсіреді. Екеуі салқын жерде қамалып қалады. Шемшектің мақсаты Доғанның кедергі жасамау үшін Тахирді өлтіру болатын. Шемшектің адамдары хан жолы әулетінің үйіне шабуыл жасап, күзетшілерге оқ жаудыра бастайды. Атыстың дауысын естіген отбасы мүшелері қатты қорқып, полиция шақырмақ болады. Бірақ Тахир күзетшілеріне сеніп, ешқандай қауіп жоқ деп ойлап, полиция шақырмауды бұйырады. Ал осы кезде Доғанды өзінің күзетшісі тауып, Чағла екеуін қамалған жерден босатады. Сол сәтте үйші Доғанға қоңырау шалып, шемшектің адамдары шабуыл жасады деп хабарлайды. Доған дереу полиция шақырып үйіне жетеді. Бірақ әкесінің үйде жоқ екенін көреді. Тахир болса үйінен шығып мешітке кеткен еді. Доған әкесіне хабарласып, оның мешітте екенін білген соң, сол жаққа асығады. Ал Хасан мешіттің жанында отырған Тахирді көріп, қасына отырады. Екеуі сөйлесіп отырған кезде Хасан 30 жыл бұрын болған оқиғаны сөз етеді. Ол Тахирға Мехмет пен Чичекті атып өлтіргенін айтады. Тахир Хасанның түріне қарап, Мехметтің ұлы екенін түсінеді. Осылайша оның алдында отырған адамның шын мәнінде шемшек екенін аңғарады. Шемшек Тахирдан әкесінің қабірін сұрайды. Бірақ Тахир оған нақты жауап бермей ата-анасы сияқты арам өлетінін айтады. Бұған ашуланған шемшек Тахирді атып тастайды. Атыстың дауысын естіген Доған дереу мешіт маңына келеді. Ол әкесінің жерде жатқанын көреді. Тахир өлер алдында ұлынан кешірім сұрайды. Доған әкесінің көз жұмғанын көріп, шемшектің өлтіргенін түсінеді.